Ана ұрғаш етіміз көчік жаман асып кетті, балдарын асырайым деп. 7 күшігі бар. Олардың көздері ашылып қазір. Жүгіріп жүр олар. Әуре ұйықтап жатыр. Мына олардың әкесі, күшіктердің Алапар деген. Неяқта Қытай ақ жатыр. Бұл ол күшіктердің ағасы. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін шағын бір видео болады. Жаңа ешкілерді шығарып жібергем. Енді қазір мотоциклмен барып, соларды көріп қайдам. Мына мотоциклмен барам қазір. Ешкілер жыңғылдың ішінде жүр. Ешкілер 3-ке бөлініп кетті. Үй жақта жүр. Жартысы. Не жақта жүр. Олар бері қарай келер. Осылардың бәрін қосам қазір. Мына жер осындай полный жыңғыл. Осының ішіне кіріп жайылады ешкілер. Осы жыңғылдың ішінің бәрі әлі көк күмбек мынандай. Әсіресе мынандай жыңғылдың түптерінде осындай көк шөптері көп. Осылар жейді ешкілер рахаттанып. Бәрі әдем көк күмбек болып тұр. Каналдың жағасы ол. Ана жерде канал бар. Қызылқұмский. Жаға кеп қойыпты. Қазір ар жақта жүр, жартысы. Сөйек қарайдап жүрім, өздері барып қосылады. Мына өткенде туылған лақ. Же! Енді өте қарай барып өздері қосылады. Құрметті көрермендер, видеоны соңына шейін көргендерің үшін үлкен рахмет. Сіздерден бір өтініш, астында қызыл подписация деген батырманы басып, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде
менің шығарған жаңа видеомда ең бірінші болып көресіздер. Және осы видеоға лайк басып қойыңыздар. Ол менің тағы да видеолар түсіруіме шабыт береді. Сау болыңыздар.